Сондай-ақ облыстық мәслихат сессиясы аясында облыстық жергілікті полиция, экономика және бюджеттік жоспарлау, дене шынықтыру және спорт басқармаларының басшылары да жарты жылдықты жұмыстарын қорытындылады. Ақтөбедегі қоғамдық тәртіп облыс бюджетіне енгізілген толықтырулар мен өзгертулер, спорт саласындағы жаңалықтарды біздің тілшілеріміз де тыңдап қайтты. Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі жергілікті полицейлердің атқарар рөлі зор. Олардың биылғы жылдың 6 айында атқарған жұмыстары халық қалаулылар алдында баяндалды. Қылмыстық құқық бұзушылықтар саны өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда артқан 9863-ке, ал көшедегі қылмыс керісінше 0,4%-ға төмендеген. 2016 жылдың 6 ай ішінде 89 мыңға жоқ әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 5,8%-ға көп. Салынған айыппұлдардың жалпы сомасы 495 миллион теңгеден асады. Оның 267 миллион теңгесі өндіріліп алынды. Айыппұлдар мәселесі өңірдің бас экономисінің баяндамасында да айтылды. Белгілі болғанда депутаттардың бюджеті қайта қарауынан қазынаға 2,5 миллиард теңге қаржы түскен. Оның 1 миллиард теңгесі әкімшілік айыппұлдар есебінен болса, 1,5 миллиард теңге бюджет қаражатын үнемдегеннен пайда болды. Соманың басым бөлігі облыстың дамуына жұмсалмақ. 176,1 миллион теңге. Бюджетке түскен қосымша қаржыны облыстың дамуына, соның ішінде тұрғын үй, шағын және орта кәсіпкерлік әлеуметтік маңызы бар нысандарды салуға жұмсаймыз деп жоспарланған. Мәселен, 57,1 миллион теңге алға қобда, ойыл Батамшадағы коммуналдық үй құрылысына қосымша беріледі. 16,4 миллион теңге жедел жәрдем бекетінің жанама нысанына, темір дәрігерлік амбулаториясына бөлінбек. Бүгінгі күні облыста спортқа ден қойып, салауатты өмір салтын ұстанатындар қатарының артып келе жатқандығы қуантады. Кешегі Рио Олимпиадасындағы жерлесіміз Фархат Харкидің жеңісі өскелең ұрпақтың спортқа бет бұруына әсер етері сөзсіз. Бүгінде өңірдегі халықтың 26,19% спортпен шұғылданады. 28 балалар және жасөспірімдердің спорт мектебі, 11 аула клубы, 37 дене шынықтыру сауықтыру клубтары жұмыс істейді. Ақтөбе облысының дене шынықтыру және спорт басқармасымен 2016-2018 жылдарға спорт нысандарының құрылысы, қайта жаңғырту және күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарлануда. Оның ішінде бұрын спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернат Ақтөбе облысында жоқ болатын. Облыс әкімінің қаулысымен 2016 жылы Есет Батыр атындағы Ақтөбе облыстық спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернат құрылып, Ақтөбе облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының құзырына берілді. Облыстық мәслихаттың кезекті кеңейтілген 5-ші сессиясында депутаттар барлығы 21 мәселені қарап, тиісті шешімдерді мақұлдады. Гүлбағда Қайратқызы, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.